Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, құрамына қопсытқыш және сода қосуды қажет етпейтін өте керемет құймақтардың рецептімен бөлісемін. Құймақтар өте оңай және тез дайындалады. Ортасының барлығы осылай тесік-тесік болып шығады. Табаны майламасаңыздар да табаға жабыспайды. Ең алдымен таза құрғақ ыдысқа 2 дана жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Кейін қалауларыңызға байланысты дәміне қарай қажетті мөлшердегі қантты саламыз. Менде бұл жерде 4 ас қасық қант, содан соң жарты шай қасық тұзды салып, барлығын жақсылап венчикпенен араластырамыз. Тым ұзақ араластырудың қажеті жоқ, барлығы бір-бірімен жақсылап араласқаннан кейін сүтімізді 2 бөлікке бөліп құямыз. Тағы да барлығын жақсылап венчикпенен араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосамыз. Барлығын жақсылап тағы да венчикпенен араластырамыз. Оның барлығы толықтай араласып, ешқандай түйіршік қалмаған уақытта қалған сүтімізді құйып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Сүт пенен ұнды 2-ге бөліп, кезекпе-кезек бірінен кейін бірін қосамыз. Барлығын бірге бірақ салуға болмайды. Қалған ұнды салып болғаннан кейін барлығын тағы да жақсылап араластырып, одан соң қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, барлығын тағы да араластырамыз. Өлшеп 3 ас қасық сұйық май құямыз. Барлығын тағы да венчикпенен араластырамыз. Қажетті ингредиенттер мен олардың мөлшерін видеоның соңында описание бөліміне жазамын. Дайын болған қамырдың консистенциясы осындай болады. Құймақты пісіретін табаны алдын ала қатты етіп, міндетті түрде қыздырып аламыз. Содан соң бір-бір ожаудан өлшеп, табаға құйып, беттеріне осындай тесіктер пайда бола бастағанша пісіріп аламыз. Тесіктер пайда болғаннан кейін екінші жағына аударып, шамамен 1 минуттай пісіреміз. Барлық қамырды дәл осылай етіп құйып пісіріп шығамыз. Мен қарапайым үй жағдайында пайдаланатын табаға пісіріп жатырмын. Егер сіздерде блинница болса, блинницаға пісірсеңіздер болады. Менде блинница болмағаннан кейін осындай табаға пісіріп жатырмын. Соның өзінде көріп тұрғандарыңыздай табаға ешқандай да құймақ жабысып жатқан жоқ. Өте оңай, жеңіл алынып жатыр. Ортасының барлығында тесіктер пайда болып жатыр. Өте керемет рецепттердің бірі. Өте жеңіл дайын болады және өте тез піседі. Әрине, бұл жерде құймақтың жабысып-жабыспауы сіздердің табаларыңызға байланысты. Егер табаларыңызға құймақ жабысып қалады деген ой болса, онда кішкене сұйық майды құйып жіберсеңіздер болады. Бірақ көп мөлшерде құймауға кеңес беремін, себебі құймақтарыңыз дұрыс шықпай қалады. Мен мүлдем сұйық майды пайдаланбадым. Егер сұйық майды пайдаланып құймақтарыңыз дұрыс шықпай қалып жататын болса, онда құймақпенен жаңағы құйылған сұйық майларыңыз әрекеттесіп, құймақтарыңыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сол себептен кішкене ғана тамызсаңыздар жеткілікті. Қаласаңыздар әр құймақты пісіріп алғаннан кейін оған сары майдан жағып шықсаңыздар болады. Бірақ мен жақпадым, соның өзінде құймақтарым өте дәмді болып шығып, орталары бір-біріне жабыспады. Құймақ пісірудегі басты назар аударатын мақсаттарымыздың бірі ол тесіктердің пайда болуы. Сол себепті видеода көрсетілген ингредиенттердің мөлшерін ауыстырмай, көп мөлшердегі құймақ қажет болса, онда 2 немесе 3 еселеп қоссаңыздар болады, бірақ ешқандай да жаңағы ингредиенттердің мөлшерін ауыстырмауға кеңес беремін. Сол кезде құймақтарыңыз мінсіз болып шығып, ортасындағы тесіктерімен бірге табаға да жабыспай өте әдемі болып пісетін болады. Бұл рецептте сіздер қанттың мөлшерін қалауларыңызға байланысты көбейтіп немесе азайтып салсаңыздар болады, одан құймақтың дәмі ешқандай өзгермейді. Видео сіздерге ұнап пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, назарларыңызға рахмет.